Қасиетті Рамазан тек 30 күндік ораза емес. Бұл мыңдаған жылдарға созылған қасиетті мұра, пайғамбарлар жүріп өткен жол. Бұл алғашқы адамның тәубесінен басталған, пайғамбарлардың сабырмен жалғасқан, соңында Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уә сәлләм үмбетіне парыз болған қасиетті ғибадат. Көптеген халықтар мен діндерде рухани тазару үшін ашығу әдеті болған. Мысалы, христиандар, яһудилер және зарастрлар белгілі бір күндері ораза ұстаған. Бұған дәлел ретінде Алла тағала Құранда Бақара сүресінің 183 аятында былай дейді: иман келтіргендер, сендерге ораза парыз етілді, бұрынғыларға парыз етілгендей мүмкін тақуалыққа жетерсіңдер. Адам ата мен Хауа ана оларға Аллахтың сәлемі болсын, жәннаттағы тыйым салынған ағаштың жемісін жеп қойғаннан кейін олар Алладан кешірім сұрады. Кейбір исламдық деректерге сәйкес, адам ата оған Аллахтың сәлемі болсын 40 күн ораза ұстап тәубе етті. Адам пайғамбардың оразасы тәубе және Аллаға шүкіршілік ретінде орындалған ораза еді. Ғасырлар өтті, әлем хаосқа батып күпірліктің қараңғысында қалды. Сонда Алла Нұх пайғамбарды жіберді. Ол 950 жыл бойы өз халқын ақиқатқа шақырды, бірақ санаулы ғана адам оған сенді. Кейін жер бетін топан су басқанда ол және оған иман келтіргендер кемеге мініп адамзаттың болашағын сақтап қалды. Су басылып, жер құрғаған кезде Нұх пайғамбар оған Аллахтың сәлемі болсын және оған ерген үмметі Аллаға шүкіршілік ретінде бірнеше күн ораза ұстаған. Кейбір риуаяттарда бұл оразаның Мұхаррам айының 10 күні, яғни Ашура күні болғаны айтылады. Кей Мұса пайғамбар оған Аллахтың сәлемі болсын Тәурат кітабын Аллахтан қабыл алмас бұрын 40 күн Синай тауында ораза ұстаған екен. Бұл ораза Алламен жақындасу және өзін рухани тазартып қасиетті міндетке дайындалу үшін жасалған еді. Ал Дәуд пайғамбар оған Аллахтың сәлемі болсын бір күн ораза ұстап, бір күн ашық жүретін ерекше ораза ұстау үлгісін көрсеткен. Ол тек ең әділ патша емес, сонымен бірге құлшылықтан ешқашан алыстамаған тақуа жан еді. Бұл ең теңдестірілген және қиын оразалардың бірі болып есептеледі. Кешкі ауыз ашарды құрма және сумен ашқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уә сәлләм былай деген: Алланың ең сүйікті оразасы Дәуд пайғамбардың оразасы. Ол бір күн ораза ұстап, бір күн ашық жүретін. Иса пайғамбар да оған Аллахтың сәлемі болсын 40 күн ораза ұстап, рухани тазалық пен сабырлықтың маңыздылығын көрсеткен. Бұл христиандардың ұлы ораза дәстүрінің бастауында тұрған құлшылық еді. Ақырында соңғы пайғамбар Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уә сәлләм Рамазан оразасы парыз етілді. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уә сәлләм Мәдинаға келген кезде сондағы яһудилердің Ашура күнінде ораза ұстайтынын көрді. Олар осылайша Мұса пайғамбар мен оның үмбетінің перғауыннан құтылған күнін атап өтетін еді. Сонда Алланың елшісі саллаллаху алейхи уә сәлләм Мұсаға біз сендерден де жақынырақпыз деп бұл оразаны мұсылмандарға да ұстауды насихаттады. Соңында 624 жылы Рамазан айында ораза мұсылмандарға парыз етілді. Бірақ Ашура күні әлі де ерекше күн болып қала берді. Ораза барлық пайғамбарлардың мұрасы, көне ғибадат және барлық халықтардың тарихы. Бұл рухани жаңғыру, өзін тану, Аллаға қайта оралу жолы. Бұл өткен пайғамбарлардың мұрасы, бұл ақиқатқа жетелейтін есік.